Адамға жан кіргізу қиссасы. Екінші бөлім. Адамға жан кіріп, тұла бойына қан тараған соң, барлық дене мүшесі өзінің артықшылығын айтып мақтаныпты. Мен бәріңнен биікпін, сәждеге менің маңдайым тиеді, бәсім бәріңнен жоғары, деді бас. Адам ақиқатты мен арқылы естиді. Саңырау адамға үгіт айтып не керек, деді құлақ. Құлақпен естіген өтірік, көзбен көрген шын. 1000 рет естігеннен 1 рет көрген артық. Қала берді, мен көңілдің айнасымын, 7 қат көкті бір ғана қарашыққа сегізіп тұрмын, деді көз. Жұрттың бәрі бірінші бетке қарайды. Адам бір-бірін түрі арқылы таниды. Мен арқылы сұлулықты сезініп, біріне бір ғашық болады. Адамның шырайы менмін, деді бет-әлпет. Ас адамның арқауы. Мен болмасам, адам асты қалай жейді? Тамақ та, сусын да, асқазанға мен арқылы жол тартады. Ауыз болмаса, піскен астан не пайда? Аш адамнан 40 күн ақыл сұрамас болар. Құрсағы бостың құлағы шыңылдап, көзі бұлдырайды. Денеде дәрмен, бойда қуат қалмайды. Сондықтан бәрің маған бас иіңдер, деді ауыз. Өнер алды қызыл тіл. Тілдің қадірін білмеген кімнің қадірін біледі? Піл көтермегенді тіл көтереді. Өзім бұлбұл, өзім бұлақ. Тауып айтсам, көңілдегі дауасыз дерттің емін мен беремін, деді тіл. Жомарттық менде жатыр. Адам баласы алыс-беріс тірлігін мен арқылы жасайды. Қайры сахауатты Құдай қолға жасырған. Адамдасқан адамдар әуелі қол созып амандасады, деп мақтанды қол. Оу, жарандар, сендерді көтеріп тұрған кім? Арындай бермей төменге де назар салып қараңдар. Бәріңді қайырлы қадамға бастайтын мен емес пе? Қаласам, Меккеге апарамын. Әрі басқан қадамыма 1000 сауап. Мен тұрғанда сендердің сөйлеулерің бекер-ақ, деді аяқ. Ей, аяқ, бас аяқтан ақыл сұрамайды деген? Ақылға кішілік жүрмейді. Мен жүректің сауатымын, ойдың қуатымын. Адаспай аспандасам, 7 қат көкті кесіп өтем. Қаласам, қолым аршыға да жетеді, деді ақыл. Осылайша барлық дене мүшесі, сезім қатпарлары бір-бірімен таласып жатты. Бұл айтысқа жүрек қана қатыспай, сабырмен таластың ақырын бағып тұрды. Жаббархақ жүректің сабырлы күйі сүйкімді көрінді. Ей, таласпаңдар! Сендер жүрек болмаса, жақсылықты алаңсыз насихаттай алмайсыңдар. Арсыз істі де жасайтын кездерің көп болады, деді де. Ей, бас, аптығыңды бас. Өмірде маңдайыңды сәждеге ғана емес, адасып тау мен тасқа да ұрасың. Ей, құлақ, өсекке құмарсың. Ғайбат айтылған жерде тұрып кете алмайсың. Ей, ауыз, бісміллә демесең, жеген асың арам болар. Адам ауруды астанды табады. Ей, тіл, адамға келетін 10 пәленің 9-ы сенен болады. Бал тамған тілден уда тамады, есіңде болсын. Тілі бірді тілек қосады, тілі басқаны жүрек қосады. Ей, көз, сұлу көрсең сұқтанасың. Арсыздық сенен басталады. Күндіз көргенмен түнде соқырсың. Жүректің көзі көз, бастағы көз без. Ей, аяқ, сенің баспайтын жерің жоқ. Көп жүрген аяқ боқ басады. Ей, қол, кей кезде сұңғақсың. Ұрлықты сенімен жасалады. Есіңде болсын, ұрының қолын кесемін. Хей, бет-әлпет, жүзің сылаңның сөзі сыртың келеді. Сылаң қағып,
сыртыңмен адамды алдайсың, іштің қатасын түзеуге құлқың жоқ. Жара бет жазылады, қара бет жазылмайды. Яттан кісі өлмейді, бірақ бетте сызаты қалады. Ей, ақыл, шын ақыл аузын жауып, ділін ашады. Жылы жүрекке жалғанса, ақыл айналасына нұр шашады. Жүрек сенің айнымас серігің. Ол болмаса, сенен өткен тәкаппар болмайды. Біліңдер, ет жүрек барлық тәннің патшасы. Сендерді жүрек билесе, әлемде әділдік орнайды. Оған қалтқысыз бағынғанда ғана ақиретте сұраудан аман боласыңдар. Ол мейірім, махаббаттың ұясы. Ол бәріңнен артық, деді. Сосын дене мүшелеріне назарын тігіп, әрқайсысының міндетін айта бастады. Көз жаралыстан ғибрат ал, ақылдың ойқұмар болуына септес. Кірпік пен қас, сен екеуің көзді күзетіңдер. Ауыз арамды татпа, адаласты таңдап же. Маңдай, саған бақты қондырамын, оның құтты мекені сен боласың. Желке, парыз бен қарызды сен арқала, өлгенше өтелмеген борышың қалмасын. Таңдай, шырын сөз әдемі әуез саған ұялайды. Тіл шын сөйлеп бастағанда таңдайың тақылдап тұрсын. Арқа, ауыртпашылық саған түседі. Хақтың жолындағы қайыспауға серт бер. Жұдырық, сен ердің қаруы бол. Әлсізге болыс, ақылсыз майданға кіруші болма. Берек, бауырыңа болыс. Жақынды жұртқа жіберме. Бауыр, іші бауырың елжіреп, туыстардың татулығына бейім тұр. Ми, ақылға сауыт боласың. Сондықтан да сені ең қатты сүйекке, әрі ең үлкен биікке жайғастырдым. Шеке, паңдық мінез сенен болсын. Надандықтың табалуына жол берме. Кеуде, тәкаппарға керіл, момынға иіл. Шаш, адамның ажарын аш. Бет, ұяттың барын білдіріп отыр. Тіс, адамның қайраты бол. Көкірек, қазынаның кені бол. Құшақ, адал досқа ашық бол. Нұр шуағын сіңіріп, көңілсуге асық бол. Тырнақ, тазалықтың айнасы бол. Кірленген көз азабын сенен бастаймын. Қарын, адал ризықтың орны бол. Арамастан да ауру табасың. Білек, дұға тілекке шаршадым деме. Қол, сақилық сенен шығады, бірақ оң қолыңның бергенін сол қолың білмесін. Құлақ, мәнді көзге сергек жүр. Жылтыр сөзге бітеу бол. Мұрын, бөтен іске тұмсығыңды тықпа. Сенің міндетің хош иісті тану. Бел, тұқымыңның тазалығын, ұрпағыңның адалдығын саған тәуелді етемін. Аяқ, аңдап басу сенен. Саусақ, санауды сен үйретесің. Есеп қисап өнері сенен басталады. Жыныс, ләззатты сен татасың. Бірақ құмарлыққа салынба, рухтың өсуін тежейсің, деді. Достар, каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздерді алда қызықты шығарылымдар күтуде.